Anашым, бәйтеректің ішінде не бар? Сен білмейсің ба, қызым? Жоқ. Жүр онда екеуміз бірге барып қарайық. Адамның ойы шексіз. Ол әлемнің барлық жұмбақтарын шешкісі келеді. Әлі де шешіп келе жатыр. Аңыз бойынша әлем 3 бөлікке бөлінген. Ал бәйтерек өмір ағашы болып, осы 3 әлемді бір-біріне қоса білген. Қасиетті самұрық құс бәйтеректің шынына алтын жұмыртқалайды. Бұл жұмыртқа өмірдің, күннің, үміттің символы. Сондықтан да самұрық құс оны қорғауға тырысады. Бірақ бәйтеректің түбінде жатқан айдаһар осы жұмыртқаны жеп қойып отырады. Бұны көрген батыр айдаһарды шауып өлтіреді, ал самұрық құс батырды аспанға көтеріп мұратына жеткізеді екен. Осы аңыз негізінде туындаған бәйтерек Астанада орналасқан. Бәйтеректің биіктігі 97 метр. Бұл жаңа пайда болған Астананың жылымен сәйкес. Бәйтерек монументінің іші де 3 бөлікке, 3 әлемге бөлінген. Бәйтеректің жерасты бөлігі шамамен 4,5 метр тереңдікте орналасқан. Бұл жерде қазақ этнографиялық мұражай галереясы бар. Бұл жерде алтын адам бейнесі, әртүрлі тұрмыста пайдаланылған киіз үй жабдықтары, ыдыс аяқтар, ұлттық аспаптар және де батырдың қорғаныш қару-жарақтары мен ат әбзелдерінің көрінісі де бар. Сонымен қатар әртүрлі өнер туындылары, танымал суретші Ерболат Төлепбайдың да қазақ халқын бейнелеген бірнеше туындылары сақталған. Бәйтеректің жер бөлігінде жоғары көтерілу құралдары және де қаланы тамашалау демалыс орны бар. Ал жоғарғы аспан бөлігінде тұңғыш президентіміздің алақанынан алынған қалып үлгіден алтын мен күмістен жасалған аялы алақан композициясы мен 17 дін өкілдерінің қолтаңбасынан жасалған ағаш глобус бар. Аты аңызға айналған бәйтерек еліміздің елдігін сақтап, еңсесін биікке көтеріп, 3 әлемді бір жерде сақтап тұрғандай.